Эй, сәлем достар. Бүгін біз дейтін достар өте керемет видео көретін боламыз. Бұл дейтін Шректің қателіктері. Бұл видеоны жасаған достар қазақша арна Казман дейтін. Бұл менің досым, егер де білмесеңіздер. Короче, осы автордың бүгін видеосын көретін боламыз. Видео өте қызықты, сол себепті лайк басамыз, арна жазыламыз, жазылмаған болсаңыздар. Оригиналдың ссылкасы описаниеда болады. Кеттік көреміз. Ал давайте достар көрейік. Казман дейтін шынымен өте сапалы контент жасайды қазақ ютубында, сол себепті бұл видео қызықты болады деген ойдамын. Ал давай кеттік ал. Казман. Ал көрейік ал. Мультфильм басында Шрек ағаш қабығының бір бөлігіне абайлаңыз адам жегіш деп жазады. Сол ағаш бөлігіне қарасақ, сол жақ жоғарғы жағы жоқ. Окей, я, жоқ, я. Окей, білдік, түсіндік. Қойған соң Оң жағында тұр ма? Иә. Түсінбедім, оң жағы ма или сол жағы ма? Сол айтам. Аниматорлар шамалы шейік біткен. Ерекше екен. Таңертең оның есігі ішке қарай ашылатын. Ішке қарай ашылып тұр, иә. Окей. Ал кешке қарай гномдар үйіне кіріп жатқан кезде сыртқа қарай ашылып жатыр. Шынымен сиқырлы есік екен. Чесі. Сол айтам. Мұндай есікте бар екен ғой? Есікті ең алғаш рет көрсетіп жатқанда, оның артында арбалар бар. Онда сиқырлы ертегі кейіпкерлерін отырғызады. Сол арбалардың біреуінде ішінде қораптар бар. Окей, қораптарды көріп тұр, иә. Келесі кадрда қорап жоқ дейсің де? Қораптарды сиқырлы ма? Сиқырлы болып тұр ғой. Мен қорлап кеткен. Жекпе-жек кезінде екі ұрттырды құлатып тастайды. Келесі кадрда мықты титан Шрекке ұшып бара жатады. Ал ана екеуі қайда? Free Fire ойындағыдай өлген адамдар жоғалады ғой, дәл сол сияқты. Тек дроптарын қалдырмайды екен. Солай болып тұр ғой. Лорд Фарквуд үйленгісі келеді. Айна болса, оған 3 ханшайым көрсетеді. Золушканы, Ақшақарды және Фионаны. Бірақ Золушка басында ханшайым болмады. Оның ханшайым болудың мүмкіндігі Ханзадаға үйлену. Одан кейін бірақ ханшайым болады. Лорд Фарквуд пішінеден жасалған адамдық қинамақшы. Қалай десеңіз, сүтке батырып. Лордтың жұмыскері стаканға құйып жатқан сәтте бөтелкедегі сүт азаймайды екен. Сүттің шегі жоқ. Қызық. Шрек пен есек Фионаны іздеуге шығады. Күнбағыс өрісінен өтіп бара жатқанда, бір кадрда оның қолында ештеме болмайды. Сосын жуа шыға ма? Жуа бар еді, жуа лақтырады өйстіп. Келесі кадрда Шректің қолында үш жігері мен пияз пайда болады. Қайдан? Қайдан шықты? Қайдан? Шрек просто не? Ханшайым Фиона Шректен Лорд Фарквуд қандай екенін сұрайды. Шрек пен есек күліп, Лорд Фарквуд қандай бойы кішкентай екенін айтады. Фарквудтың бойы кішкентай екенін қайдан біледі? Олар оны көрген жоқ. Ол трибунаның артында тұрды. Бойы кішкентай екенін білу мүмкін емес. Айтам, я, ана жерде. Мына бөшкеде кран бар. Есек соған мінген кезде жоғалып кетеді. What the fuck? Қалай жоғалып кетті? Шрек ұшып кеткенде люстраны сындырып құлайды. Сол люстра Шрек тұрып жатқанда орнын бір-екі рет ауыстырады. Тірі люстра ғой, тірі люстра. Битва окончена. Ты можешь снять шлем, добрый сэр. Ема көріп тұр ғой, осы мультфильмде ең қызық болған екен айтайын ба, сыртынан да даже қанша жерден маски кисе де көрініп тұр ғой адам емес екені. Бірақ сонда да Фиона сол адамды ойлайды ғой соны. Почему? Ботва примялась. Прошу, хочу увидеть лицо моего героя. Фиона, шынымен байқамай тұрсың ба? Көзіңді барып тексеріп Сол айтам. көрініп тұр ғой, жап-жас. Я, точно мен айтқан сөзін қайталап жатыр Казман. Фиона күйіп тұрған тасты қолымен алады. Қолың сен мұнда күйіп тұрып жанып кету керек. Давай. Свиток Шректің қолында. Шрек свитоктың қолында, я, көріп тұр. Келесі кадр. Жоқ, просто салып қойды біз жерге дейсіз. Фионаны 3 жауынгер ұстап тұр. Қазір көп болып кете ма? Жоқ, екеу. Біреу қайда қашып кетті ма? Біреу просто не... Осымен Шрек мультфильмде қателіктер бітті.
ана жылғы ойыншықтар оқиғасы Фейсбуктың логотипі ғой видеода мен сіздерге қателік қалдырған боламын. Иә, видео достар қысқаша, бірақ өте қызықты болды деп ойлаймын сіздерге. Достар, біз осымен видеоны қарап болдық. Маған видео ұнады, мен лайк басып кеттім видеоға. Видеода шынымен де өте қызықты мәліметтер бар, Шрек туралы, яғни қателіктер айтады. Бұның бәрін тоже достар білу өте қиын. Оның бәрін түсіну үшін біршама рет қарау керек бұл фильмді, яғни Шректі. Әрине достар, қазір мен өзі таппаған шығар, бұның барлығын бәлкім интернеттен көрген шығар, бірақ сонда да достар, респект, қазақ ютубында жаңа формат әкеліп жатыр. Бұл әрине өте керемет. Шрек мультфильм достар мен өте қатты ұнатамын, өйткені бұл менің сүйікті мультфильмдерінің бірі. Сол себепті мен Шректен бастайын деп шештім осы Казмен арнасындағы қателіктерді, яғни осы қателік видеоларды. Так что достар, егер тағы да қаласаңыздар осындай контентті менен реакция күтсеңіздер, лайк басамыз и оригинал ссылкасы тоже описаниеда болады, көріп кетсеңіздер болады, лайк басып қолдап кетіңіздер, авторы тоже. Ал осымен мен аяқтаймын достар, сіздермен бірге нұрлан қалам. Ал жазыңдар комментария, қызық па сіздерге реакция осы қазақша YouTube каналдарға реакция түсіруден, немесе алдындағыдай күлкілі сәттерге реакция түсіре берейін ба? Менің ойымша достар, осы контентке реакция түсірген тоже қызықты сияқты деп ойлаймын. Сол себепті достар, жақсы онда өз ойларыңызды комментарияда күтемін. Сіздермен бірге нұрлан қалам, кездескенше сау болыңыздар.